Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Құрамында тек қана 2 ингредиенттен тұратын пайдалы смузидің жасалу жолымен бөліскім келеді. Ендеше осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ендеше смузиді дайындауға кірісейік. Ол үшін бізге шпинат және де киви қажет болады. Шпинатты алдын ала жуып алдым, тазалап. Кивиді қабығынан ашып, оны да турап аламын. Және де смузиді жасау үшін міндетті түрде блендер қажет болады. Киви мен шпинатты турап алдық. Енді аздап қана су құйып, смузиді жасаймыз. Бұл смузи өте пайдалы әрі дәмді. Шпинаттың дәмі ешқандай сезілмейді. Әсіресе арықтағысы келіп жүрген қыздар болса, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Осымен біздің дәруменге бай, пайдалы смузиіміз дайын, өте тез дайындалады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жаңағы жоғарыда айтып кеткендей, арықтағысы келіп жүрген қыздар болса, дәл осы смузиді жасап ішсеңіздер болады. Балаларыңызға да берсеңіздер өте пайдалы. Достар, менің каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Жұма сайын пайдалы рецепттармен бөлісемін.